Бәріне сәлем достар, сендермен Қазблокнет арнасы. Қайда барсаңыз да бұл белгіні барлық жерде көресіз. Бұл 21 ғасырдың ең танымал белгісі. Күн сайын телефонды, теледидарды, ноутбукты, кір жуғыш машинаны, қысқа толқынды пешті, немесе кез келген басқа электронды құрылғыны қосып өшіргенде осы батырманы көресіз. Бірақ бұл символдың нені білдіретінін және қашан пайда болғанын біреу білсе, біреу білмейді. Осы белгіде қандай логика бар? Батырманы қайтадан қараңыз. Көріп отырсаңыз, бұл таңба 1 және 0 санына ұқсайды. Бұл белгіні табу кезінде инженерлер екілік жүйені негізге алды. Екілік жүйеде 1 қосу, 0 сөндіру дегенді білдіреді. 1973 жылы бұл белгі халықаралық электротехникалық комиссиясында қуат түймесінің белгісі ретінде стандартталған. Достар, егер видео пайдалы болса, арнаға тіркеліп, бұл видеоның достарына таратыңдар. Бұл Қазблокнет арнасы, сау болыңдар.